Армысыздар. Дәл қазір біз облысымыздағы білімнің қара шаңырағы саналған қазақ интернатында тұрмыз. Білім ордамызды 15 жыл бойы басқарып, білікті басшы ретінде танылған бірден бір тұлға Гүлжан Жұмашқызы. Назарларыңызға аяулы ұстазымыздың әріптестері мен шәкірттері даярлаған еске алу бейнеролигін ұсынамыз. Гүлжан Жұмашқызы 1958 жылғы 30 наурыз күні Есіл ауданының Бұлақ ауылында туған. Жастайынан еңбек қорлығымен, алдына мақсат қойғыштығымен ерекшеленді. Туған ауылында 8 сыныпты қазақша бітірген Гүлжан Жұмашқызы орта мектепті Торанғыл ауылында орысша тәмамдады. Еңбек жолын Бұлақ орта мектебінде бастаған ол келесі жылы институтқа оқуға түседі. Жоғары оқу орнын бітіріп, орыс мектебінде сабақ береді. Қайта құру басталып, қазақ мектептері ашыла бастаған кезде қос тілді қатар меңгергендігінің пайдасы тиеді. Бес жылдай Петропавл қалалық білім бөлімінде, Мағжан Жұмабаев атындағы гуманитарлық колледжде жұмыс істейді. Ұйымдастырушылық қабілетімен, біліктілігімен көзге түскен маман 2003 жылы Әбу Досмұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернатқа директорлық қызметке тағайындалды. Абырай Алтынсарин атамыз айтқан екен. Ұстазды алтын діңгекке теңер едім деп. Бүгінгі күні біздің Гүлжан Жұмашқызының еңбегін саралай отыра, осы мектептегі 15 жылдық ерен еңбегін қарай отыра, мен өзімнің ұстазымды алтын діңгекке теңер едім. 15 жыл ішінде 12 жылын Гүлжан Жұмашқызымен бірге қызметтес болған екен. Осы мектептің дарын атағына, дарын үшін деп, ауылды ауылдан, елді елден дарынды балаларды өз қолымен жинап, осы мектептен білім нәрімен сусындатқан. Мектепте бізде дүйсенбі сайын линейка болады. Оған 5 сынып пен 11 сынып арасында оқушылар қатысады. Сол өзіміздің линейкамызда балаларды марапаттаймыз. Әртүрлі сайыстарда жеңімпаздарды грамоталармен, алғыс хаттармен марапаттап, бүкіл оқушылардың алдына шығарамыз. Сол кезде оқушыны марапаттайды және де әрқашан үнемі баланың сабағын сұрайды. Сабағын қалай оқисың? 4 пен 5 па деген сияқты үнемі сұрақ тұрады. Қызметтес болған кезімде ол кісінің бір сөзі жүрегіме қатты ұнайтын. Жазғы мезгілде балаларды мектеп қабырғасына қабылдаған кезде біздің мектепте ауыл балалары оқу керек. Ауылдың балаларын дұрыстап қараңдар деп комиссия мүшелеріне қайта тапсырушы еді. Сол балаларды таңдаған кезде өзі ішінде болып, басынан аяғына дейін тыңдап, балалардың шығармашылығын, балалардың білімін, балалардың дарындылығын қараушы еді. Жас ұлан өздік басқару ұйымын өзі басқарып, балаларды тәрбиеге, білімге, айтпас, қайсар, өзін өзі қорғай білетін тұлға тәрбиелейтін. Ол кісі тәрбиеге аса қатты, тәртіпке аса қатты көңіл бөлетінді.
әрбір дүйсенбі сайын өткізілетін бізде линейкаларда ылғи да ол кісінің өзінің ұран қылып айтатын бір жақсы сөзі болатын да. Әрбір линейканы ол кісі Әл-Фарабидің сөзімен бастайтын да. Тәрбиесіз берілген білім адам баласының қас жауы. Сондықтан балалар деп ескертетін ол кісі. Я училась в 2004-2011 годах в областной специализированной гимназии-интернат под руководством Гульжан Жумашевны. На моей памяти она всегда останется очень энергичным, дисциплинированным, очень светлым человеком, которая всегда была рядом с нами, которая переживала, которая радовалась всем нашим победам, маленьким проигрышам. Именно она научила всему, что сейчас я знаю в своей профессии. Была первой причиной того, что я вернулась обратно в свою школу учителем, уже как педагог. Я очень рада, что она была в моей жизни, принесла в нее очень много знаний, света, тепла, любви. Была нашей второй мамой. Мы запомним ее всегда. На нашей памяти она всегда останется как неповторимый, прекрасный руководитель и вторая мама. Жұмыс істеуге келген кезде дарынды балалармен жұмыс жасаудың қыр-сырын игертіп, соған жол бастап, үйреткен осы Гүлжан Жұмашқызы деп айтсам артық болмайды. Осы дарын мектебінде қызмет етіп жүрген кезде Гүлжан Жұмашқызының тек қана талапшылдығын және еңбекті зор бағалайтындығына көзім жетті. Және оқушылармен бірге жұмыс басында олимпиадаға, әртүрлі интеллектуалдық ойындарға қатысуға көп бізді құштарландырды. Сондай жұмыс бағыттарына көп көңіл аударды. Міне сол Гүлжан Жұмашқызының осындай талап қоюымен жас мамандар да шыңдалып, тәжірибелі ұстаздар да биік жарыстарда болсын, сайыстарда болсын, жоғары дәрежеде көріне алды. Я проучилась в гимназии 11 лет, и все это время Гульжан Жумашевна была директором данной школы. Я благодарна ей за ее требовательность, строгость, за прекрасные уроки русского языка и литературы. Все мои одноклассники и педагоги запомнили ее как высокого профессионала, положившего немало сил и здоровья для того, чтобы нам всем было комфортно и удобно во время учебы и работы. Осы алған білімдерінде жаңа айтылып отыр ғой, өмірде өздерін көрсететін болыңдар. Егеменді еліміздің білікті, білімді маманы сендердің қолдарында деп ылғи айтамыз. Себебі солтүстік Қазақстан облысында нағыз үміт артатын осы біздің дарын мектебі. Сондықтан сендерге тілейтінім ақ жол. Гүлжан Жұмашевна қызмет еткен уақытында мектебімізде әрдайым тәртіп, әрдайым білім сапасы жоғары болатын. Мектебіміз биік шыңдардан көрінетін. Қаншама оқушылар жоғары оқу орындарына түсті, шетелге түсті. Гүлжан Жұмашевнаның кезінде біз халықаралық жарыстарға баратынбыз, мектептің қолдауымен бірнеше беделді орындар алып келетінбіз. Коридорда ол кісінің дауысы шығып жатса, әйтеуір бір нәрсе дұрыс істелінбей жатқандығын сезіп, ашу үстінде ол кісінің көзіне көрінбеуге тырысып, бәріміз тым-тырақай қашып, жан-жақта өз кабинеттерімізге тығыла қалып, ол кісінің ашуы басылғанда ғана алдына баруға тырысатынбыз. Одан кейін жұмыс бабында қазір ашуланып сені жерден алып, жерден салып жатса, жақсының ашуы шәй орамал кепкенше дейді ғой, жібек орамал кепкенше деп соғысып, ашуы бірден қайтып, арғай алдына қайтадан шақырып алып, сол кезде мен ашу үстінде сондай сөз айтқан шығарым, оны көңілдеріңе алмаңдар деп ылғи жуып шайып жүретінді өте бір жақсы қасиеттері болды. Ол өзіне тапсырылған сенім үдесінен көріне білді. Көп жылға адал еңбек еленіп, мерекелік медальдармен, құрмет грамоталарымен марапатталды. Білім беру ісінің құрметті қызметкері атанды.
Гүлжан Жұмашқызы мен өр мінезді, намысшыл, рухы таза, ойы өрісі биік, ұлты мен отаны үшін тер төгіп, шыдамдылық пен табандылықтың үлгісі дер едім. Гүлжан Жұмашқызы ұлы тұлға, біз ешқашанда ұмытпаймыз. Оның бізге салып берген сара жолымен жүруге тиіспіз, яғни оны біз орындаймыз. Әріптестері де біздер де ол кісінің атынан кір келтірмей, сол кісінің берген тәрбиесімен әрі қарай жұмысымызды адал атқара береміз деген ой айтқым келеді. Гүлжан Жұмашевна, вы всегда в наших сердцах. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші, бар бағалы уақытын шәкірттеріне арнаған, әріптестеріне қуана қамқорлық жасаған Гүлжан Жұмашқызының кісілік келбеті бәрімізге үлгі екені сөзсіз. Біз қазақ интернатының ұжымы аяулы ұстазымыздың жарқын бейнесін мәңгілік жадымызда сақтаймыз.